фотого сартылдатып түсе беру ысырапшылдық болады. Мұқтаждықпен түсу дұрыс нәрсе. Мысалы, паспортқа түсу, бір адамды енді өмірімде қайтып көрем ба, көрмеймін ба деп естелік алып қалу сияқты нәрселер проблема жоқ. Бірақ енді бүкіл жаңадегі мынау қазір анау не бар ғой, әлеуметтік желілерде жүрген бауырларымыз, сонымен өмір сүретін халық бар ғой, мысалы, жүрген жерде әйтеуір ана бейшараны жырқылдатып соға береді, оңынан да, солынан да, туалетте отырса да, бәр жерде тамақ жеп отырса да, шай ішіп, ұйықтап атқанын түсіреді ғой біреулер бүйтіп тұрып, әдейі. Өтірік ұйықтаса да мен ұйықтап атырмын деп. Немесе мен ұйықтап атқанын біреу түсіріп қойыпты деп. Бір айна, ар жағында айна оның аяғыменен түсіріп атқанын көрсетіп қойса да. Мысалы, сондықтан айтатын бауырлар, ондай қылып өмір сүру бұл дұрыс емес нәрсе. Ал қолмен салынатын суретті пайғамбарымыз жақсы көрмеген. Әсіресе хайуанат, жан-жануардың суретін дұрыс емес көрген. Ол үйге періште кірмейді, ол суретті салған адам қияметте соның жауабын береді деп айтқан. Ал бөлек табиғаттың суреті, мынау архитектурный суреттер, оған шариғатымыз ешқандай проблема айтпайды. Сурет мектебінде оқитын, архитектурада, немесе басқа өнер мектебінде оқитын адам, тіпті мектепте оқитын адам сурет салу міндеті болса не істейді десе, салады. Өйткені ол үйрену керек, домалақ сызуды үйрену керек, оны бояуды үйрену керек. Бұл үйрену тағылымы. Соны үйреніп болғаннан кейін анау суретін аумен пішпейт қылып жіберсе болды.